Балақай сәлем, қалың қалай? Бүгін мен саған балалардың көңілін көтеретін кәмпитші ата туралы айтсам ба деп отырмын. Саған кәмпитші ата туралы ертегі ұнады ма? Кәмпитші ата кіммен кезігіп, кімге көмек береді екен? Сол туралы бүгінгі ертегіден қазір білетін боламыз. Кәмпитші ата бүгін бір көңілсіз балақайға көмектесіпті. Қалай көмектесті екен? Жылы күнде кәмпитші ата ауыл көшесін баяу аралап келе жатады. Дорбасында түрлі түсті иісі аңқыған, әдемі көздің жауын алатын кәмпиттер толып жатады. Балалар болса, оны алыстан көріп, айғайлап, қуанып, қасына жүгіріп барады. Ата, маған таңқурай қосылған кәмпит бер. Ал маған мына көк кәмпитті берші, ата, деп барлық балалар жамырап, кәмпитті бөлісіп алып жатады. Ал кәмпитші ата бір шетте үндемей, көңілсіз болып отырған Нұрасылды байқап қалады. Оның қасына барып, сен неге көңілсіз отырсың, балам? Деп кәмпитші ата сұрайды. Менің досым көшіп кетті. Енді ешкіммен ойнағым келмейді. Деп жауап береді Нұрасыл. Ата болса, мейірлене, күлімсіреп, оған не ұсынады? Кәмпитші ата балаларға не береді? Әрине, өзі дайындаған кәмпитін береді. Және ол жай кәмпит емес. Кәмпитші ата Нұрасылға жарқыраған, жүрек пішінді кәмпит береді. Бұл жай кәмпит емес. Сенің көңіліңді көтеретін сиқырлы кәмпит. Бір рет тістесең, жүрегіңде жылу оянады. Екі тістесең, күлкің оралады, дейді кәмпитші ата. Нұрасыл болса, кәмпитті жаймен бір рет тістейді. Сол сәтте айналасы гүлге толып, көбелектер ұша бастайды. Оны көрген балалардың барлығы, «О, қандай керемет кәмпит!» деп шулап келіп, Нұрасылдың айналасын қоршап алады. «Нұрасыл, мен сенімен ойнағым келеді. Жүр бірге ойнайық», дейді Айдос. Мен де ойнағым келеді деп, басқалар да жамырап қостай жөнеледі. Ал Нұрасыл болса, қуанып, күлімсіреп, балалармен бірге ойнайды. Ал кәмпитші ата болса, дорбасын сүйреп, ары қарай жолға шығады. Және ол да керемет көңіл күймен тағы да бір балаға қуаныш сыйладым деп қайтып бара жатады. Сонымен мейірімді кәмпитші ата тағы да бір балаға қуаныш сыйлап, ары қарай жұмысын жалғастыруға кетеді. Ал енді сен де осындай тамаша көңіл күймен ұйқыға жата ғой. Келесі кездескенше.